Армысыз құрметті тыңдарман, жан құмар арнасына қош келдіңіз. Мұнда өмірде болған оқиғалар баяндалатын болады. Биыл көктемде күтпеген жерден Гүлзат әпкемнің күйеуімен ажырасқанын естіп, көңілсіз сапарға шықтым. Ондай оқиғадан соң әрине әпкем жалғызсырап жүдеп қалғандай көрінді. Ет бауырым езіліп, оның қазіргі қам көңіл кейпін, мұң торлаған жүзін әлсін көз алдыма елестетемін. Жүрегім сыздап қоя береді. Қайран әпкем, көз жасын көлденең көк аттыға көрсеткісі келмей, оңашада сығымдап алып жүрау деймін. Оның қасында қазір біреуіміз қалайша сүйеніш болып жүруіміз керек, әйтпесе бір әке бір шешеден туған бауыр екендігіміздің құны көк тиын емес пе? Шындығында біздің әулетіміз бір беткей, сырт көзге болаттай берік көрінгенмен, іштей тез мүжілуге бейім, сыр бермей жүріп сынатын қасиетпен уызданған. Тіпті өзгені былай қойғанда, қарақан басымызға түскен қайғыны өзімізден де жасыратын қырсық мінезіміз бар. Әпкем өз жайында бізге тіс жарып хабарламапты. Егіліп отырып хатта жазбаған, көз жасын көл қылып үйге де қайтып келмеген. Үн-түнсіз іштей тынып қалған. Әйтсе де, мынау өкінішті жалғанның жұмбағында шек жоқ. Біздің осы қиындыққа төзімді тіс жармас тұйық мінезімізге орай қайғы қасірет атаулыға мүлде өш, қиын қыстау сәтте іркілмей қол ұшын созуға әзір ыстық жүрек нәзік көңіл сыйлапты. Әпкем жайында сол жатқан келген әлде біреуден ести сала, қанатымен су тасыған қарлығаштай алып ұшып келе жатқан түрі мынау. Шындап келгенде, дәл қазір оған мен қандай көмек бере аламын? Қолымнан не келеді? Нендей мақсатпен жолға шықтым, ол жағын әлде ойламаппын. Әйтеуір кідірмей тез жетуім керек сияқты. Біз таң алдында мінген самолет 2 сағаттан соң Шы қаласының аэропортына қонуға бет алды. Стюардессаның үңін сұңқылдап, облыс орталығы болып саналатын бұл қаланың қашан қай ғасырда дүниеге келгенін, қалай өсіп өркендегенін, қанша халық тұратынын, қандай мәдени орындары бар екенін айта жөнелді. Бұдан біраз жыл бұрын Шы қаласында үлкен 7 завод бар екені, ірі өндіріс орталығы болып табылатындығы да мақтанышпен айтылушы еді. Неге екені стюардесса бұл жолы олар жайында тіс жармады. Сыртта өкпек жел соғып тұр. Күн бұлтты. Жылы самолетпен шыққандікі ме, бойым тітіркеніп, тоңа бастағандай болдым. Етек жеңімді қымтана түсіп, қалаға жүретін автобустың аялдамасына қарай аяңдадым. Бұрындары аэропортта жезді мені өзі жеке меншік көлігімен күтіп алатын. Жарқылдап күліп көсіп, қуана қауышып жататынбыз. Бала мінезді, ақ көңіл, адал әрі жайдары жан сияқты еді ол. Туған ағамдай болып кетіп еді. Ойыма тағы да әпкем оралды. Жеңіл машинасы да, ондай жездесі де құрысын дедім іштей аялдамаға тақай бере. Бірдеме етіп өзім жетермін. Жол машинаға мінермін. Қиналармын, жол азабын тартармын, тек әйтеуір тезірек жетсем екен. Шы қаласының мойнын көкке созған 7 заводы ыстап тастағандай аспандағы ала жылба бұлттар лас кірғожалақ болып көрінеді. Ауа тартылып кеткендей, газ ба түтін бе бір нәрсе еңсеңді езіп, тынысыңды ауырлатады. Апам ылғи да, ниетің түзу болса сапарың оң болады деп отырушы еді. Сол айтқаны рас па деймін. Автовокзалда тұп-тура Қызыл қалада жүретін автобусқа тап болдым. Әне міне дегенше қала сыртындағы даңғыл жолға шығып алған көгілдір белдеулі автобус кең даланы көрген соң тынысы ашылғандай бауырын жазып жүйткей жөнелді. Қызыл қалада сонау бір қиян, сусыз шөлейт даладағы алақандай ғана ауыл. Жазда аптап ыстық, қыста қаһарлы суық болады ол. Әпкемдер институттан соң жолдамамен келіп еді. Біз шөлейт далаға ұзаған сайын көк жүзі ашылып, жуылған шыныдай мөлдіреп, күн көзі жарқырап көріне бастады. Жолдың ескі жағындағы көгірай шалғынның арасынан сан алуан құстар тынымсыз сайрап, кейде тіпті мотордың бір қалыпты гүлдіріндей естітпей жіберді. Не болды сендерге? Неге келсе алмайсыңдар деймін мен, әпкем мен жездеме ойша сауал қойып. Екеуің өте тату тұрушы едіңдер ғой.
Сүйіп қосылып едіңдер ғой. Неге үндемейсіңдер? Қандай жұмбақ сары бар сендерде? Естеріңде ме? Екеуің үйленген күн, ал менің есімде мәңгі ұмытылмастай жатталып қалған. Тойларың тамаша өтті ғой. Әпкем қандай сұлу еді сонда. Жезде, сен де жігіттің сұлтаны едің. Біз сені көруге ынтығып үйдің жанына келіп тоқтаған машинадан түскен бір топ жігіттерге ұяла қарағанымызда өзіңді солардың арасынан бірден танығанбыз. Сол сен екеніңді көңілімізбен сезгенбіз. Өйткені сен біртүрлі біздің үйдің адамына ұқсайтынсың. Енді міне, қалайша өзгеріп кеттіңдер. Тіпті сене алар емеспін. Өтірік болса екен, өтірік болып шықса екен. Кенет жүрегім лүпілдеп, қазір Қызылдалаға жеткенде бір қуанышқа кенелердей көңілім алабұртып кетті. Өйткені Жәкіш келетініңді неге айтпадың деп жездем алдымнан күлімдеп шыға келетіндей болды. Бірақ артынша мұның өзі жылай-жылай көз жасы таусылып, ішкі шерін бір сығып алған жанының елегезетін көңілі сияқты алдамшы, азғантай ғана үміт екенін ойлап, тұнжырап қаламын. Күн сәскеге көтерілгенде Қызылдаланың төбесі көрінді. Әне, анау төменде шашырап жатқан шағын ауылда менің әпкем тұрады. Ол қазір не істеп жүр екен? Қандай күйде екен? Ендігі өмірі жайында не ойлайды? Әпкем арасында да жүдеп қалыпты. Аққұба жүзінің ажары солғын тартып, көзінің алдын мұң күреукелеп, жанары боталап, үлкейе түскен. Жүріс тұрысында, мінез құлқында бір түрлі сабырлы салмақты күй пайда болыпты. Менің келгеніме қуанып құшақтап, бетімнен сүйіп амандасқан соң: «Апам жіберді ме?» деп сұрады мұңайып. «Жоқ, өзім келдім», дедім мен, сабыр сақтауға тырысып. Содан соң өз жайынан хабардар екенімді білсін деп: «Үйдегілер әлі естіген жоқ», деп қойдым. Әпкемнің шағын ғана 2 бөлмелі үйі мұнтаздай таза, кішкентай қуыздың қуыршақ ойнайтындай тап-тинақтай. Әр зат өз орнында, жалтырап тұр. Ол әпкемнің ұқыптылығынан ғана емес, бұл үйдегі заттарды шашып, бұлдырап ойнайтын баланың жоқтығынан да. Неге екенін қайдан білейін? Жездем екеуі бас қосқалы бір талай жыл өтсе де, әлі күнге нәрестелі болған емес. Ол үй ішінің жағдайын, менің институттағы сабағымды сұрай жүріп шай әзірледі. Мен қысқа ғана жауап қатып отырдым. Жездем жайында сұрағым келмесе де, біртүрлі батылым жетті. Ол енді бізге бөтен адам, тіпті жат болып кетуі мүмкін. Ал әпкемнің біртүрлі бұл үйде ешқандай өзгеріс болмағандай, баяғыдан бері тап осылай жалғыз тұрып келе жатқандай, сабырлы қалпын сақтап, ол туралы ештеңе айтпағаны қызық. Шай ішіліп болған соң сыртқа шығып, ауланың ішінде біраз ойланып отырдым. Есік алдындағы бақанға керулі жіпте жайылып отырған ер кісінің көйлегі, сәкінің астында жатқан ескі аяқ киім, темір қақпалы гараж, тіпті жаңбырлы күні түскен машинаның да іздері жездемді жиі еске салып қояды. Оның біржолата кетіп қалғанына біртүрлі сенгім келмеді. Адамдар қызыға осы. Қазір мынау көңілсіз үйдің бір кездегі иесі Досбол жездем аяқ астынан құбылып шыға келеді деп кім ойлаған. Өз ошағын, сүйіп қосылған жарын, бауыр басып қалған ауылы мен ауласын көзі қиып қалай тастап кетті екен. Ол осында жүргенде бәрі де басқаша еді. Шынын айту керек, жездем менің өзін туған інісіндей жақсы көреді. Бәрін алып келеді. Ол кетіп қалды, деді әпкем қасыма келіп мұңайып. Кінәл жандай жабырқап, төмен қарап отырды да. Сосын жанарын сонау алысқа биік шыңдарға көз тастатып көрініп, қосмолаға қадады. Жақында 1 жыл болады. 1 жыл. Жездемнің кеткеніне ме? Иә, деді ол өзі. Бұдан біраз жыл бұрын бастаған оқиға еді ғой, Жәкіш. Енді сен де жас бала емессің. Түсінетін шығарсың. Біздің осы кезге дейін баламыз болмады. Енді болмайды да. Сол үшін осындай шешімге келдік. Ол қазір анау тау жақтағы ауылда тұрады. Үйленген. Бір қызы бар. Аты Аңсар. Тамағыма өксік тіреліп, көзіме жас толып қалды. Тынысым тарылып, құлағым шыңылдағандай болды. 1 жыл. Япырау, 1 жыл бойы бізге айтпай жалғыз тұрып келгені ме? Бұл не? Қаталдық па? Тәкаппарлық па? Не сонда? Кім үшін, не үшін азапқа салынады, Құдай-ау? Әпке, өзіміздің үйге қайтайықшы. Жүрші. Үнім әзер шықты. Ол мұңая күлімсіреді.
Мен осы ауылға үйреніп қалыппын, Жәкіш. Бір түрлі қимаймын. Қимайтын несі қалды? Енді менің даусым шаңқылдап ащы шыға келді. Жападан жалғыз не істейсің мұнда? Ауылға жүр, кетеміз әпке. Қызықсың, Жәкіш. Әпкемнің үні соншалықты сабырлы шықты. Менің ең бір қимас күндерім осында өтті ғой. Сол үшін де ыстық маған, әрі Жездең де кетпеші деп өтініп еді. Жездең? Оның қандай қақысы бар? Солай, Жәкіш. Саған әлі көп нәрсені айтып түсіндіре алмай отырмын-ау. Қалаға барып дәрігерлерге көрініп келген соң, алғаш рет оған өз бақытыңды іздеп тап деп өзім айтқанмын. Содан соң 4 жыл бірге тұрмыс құрдық. Бір күні ол үйге тұнжырап келді де, егер сен ренжімесең, екеуміз бөлек өмір сүріп көрейік, деді. Мен оның басқа біреумен көңіл қосып келгенін сездім. Жүрегім су ете түсті. Жолайрыққа жетіп қалғанымызды түсіндім. Іштей солай күнге дайын едім. Берік бекіндім деп жүрсем де, төбемнен жай түскендей болды. Жапан түзде елсіз құла далада қалып бара жатқандай жүрегім өртенді. Бірақ мен оның бақытты болуын, перзент сүюін шын жүректен тілеп едім ғой. Иә, менің кінәммен ол бақытсыз болмауға тиіс. Бала сүюді тағдыр жазбаса, әу бастақ менің маңдайыма жазбаған екен. Оның кінәсі не? Сосын киімдерін өзім реттеп чемоданға сала бастадым. Оның алыс жаққа кететінін жүрегім сезді. Ал ол менің қимылымнан көз жазбай қарап тұрып, бір өтінішім, қажеттесең өмірлік тілегім. Осыны орындайым деп уәде берсең ғана кетемін, әйтпесе кетпеймін, деді. Бұл оның мені бақытты ету өз қолыңда деп тұрған еді. Сөйтіп, Жездеңнің соңғы тілегін қабыл алдым. Бұл ауылдан ешқайда кетпеші. Қайда жүрсең де менің үйім осы, деді. Солай, Жәкіш. Кетеміз әпке, деді мен оған. Көнгім келмей. Әпкем осы сәт темір торда еріксіз қамалып отырған бейкүнә құсқа ұқсап кетті. Жездеме шыным келді. Феодал, дедім іштей ызаланып. Нағыз феодал екен өзі. Адам деп жүрсем. Жарайды, Жәкіш, деді әпкем. Үйге кірейік. Маған төсекті сыртқа сәкінің үстіне салып беруін өтіндім. Өзім оңаша жатып ойланғым келді. Сарапқа салып көрмекшімін бәрінде. Жол соғып шаршаған екенмін. Жастыққа басым тиісімен көзім жұмыла бастады. Әпкемнің болашақ тағдыры туралы ойымды жинақтай алмадым. Жібек жіптей қайта сусып кете берді. Түннің 1:30-ында үйдің жанына гүрілдеп келіп тоқтаған машинаның даусынан ояндым. Жарығы үйдің терезесіне шағылысып өтті ме, жылдам сөнді. Әпкем ояу жатқан ба, әлде ұйқысы сергек пе, әйтеуір іле-шала есік ашылып сыртқа шықты. Неғып тұрсың? Ішке кір, деді келген адамға ақырын ғана үнмен. Бейуақытта жүрген бұл кім өзі? Жездем ғой. Иә, сол. Соның өзі ұйқылы ояу не істерімді білмей біраз жаттым. Ауыз үйдің шамы жанды. Терезеден қиғаштап жарық түсті. Түнгі дала тым-тырыс. Айналаға қою тыныштық ұйып қалған. Күндізгі әнші құстар да ұйықтап жатыр-ау қазір. Жәкіш келді ғой, деген әпкемнің үні естілді. Терезенің жел көзі ашық екен, дауысы ап-анық жетті. Қашан? Деді жездем. Қайда өзі? Бүгін келді. Сыртта ұйықтап жатыр. Я, өзің қайдан түнделетіп жүрсің? Ана жақтан келе жатырмын. Оның үні бір түрлі солғын шықты. Жайшылық па? Ол үндемеді. Әпкем, шай қояйын ба? Деп сұрады. Жоқ, бір кесе айран ішейін. Үйдің айранын сағындым, деді ол. Әпкем ас үйден айран құйып әкелген болуы керек. Сүт пісірім уақыттан соң. Тәттісін-ай, деген дауыс естілді. Бал татиды. Айтшы, не болды? Ол кетіп қалды. Тағы да ренжісіп қалдыңдар ма? Сәл нәрсеге бола бұлған-талған болып. Жас емес пе? Сен сабырлы болсаңшы. Шаршадым тіпті. Әбден басым қатты. Әнеугінде осында келіп қайттым ғой. Содан бері оң қабағы ашылмай жүрген. Ақыры кетіп тынды. Шынымды айтсам, бойым жеңілдеп қалды. Аңсардалып кетті ме? Иә, кетсе жолы болсын. Қой әрі, өйтіп жаманырын бастамашы. Әлі ақтату болып кетесіңдер. Өзің барып кешірім сұра одан да. Кешірім сұрайтындай не жаздым мен? Қызғанады ғой. Оған оңай тиіп жүрме. Келмей-ақ қойшы осында. Нең бар дейсің мұнда? Сол баяғы өзің көрген тіршіліктегі. Келме дегенде өлдеші маған. Саған не болды өзі? Аңсарды айтшы онан да. Қалай? Саған ұқсай ма?
қасы, аузы, көзі, мұрны аумаған өзім тұп-тура көшірмемдеші. Әпкем сыңғырлап күлді. Жездемде жымиып қойды деп ойладым мен де сыртта жатып. Жәкіш біздің жағдайымызды біле ме? Деп сұрады ол. Естіген ғой. Гүлзат, мен осы қайтып келсем қайтеді? Қызықсың ау дос бұл. Ұмыта алсаң мен ұмыт, ал аңсарда кесіз тастама. Күнәсіз нәрестені бақытсыз етпе. Екі ұрттың ортасында қалғандаймын ау. Ол терең күрсініп қойды. Күлеме өзі? Қылығы шыға бастады ма? Дейді әпкем. Кімді айтасың? Аңсарды ма? Я, күледі. Сол үшін ғана бірге өмір сүріп жатқандаймыз. Әйтпесе, бір-бірімізге мүлдем бөтенбіз. Содан соң екеуі көпке дейін үнсіз қалды. Япыр-ау, бұл не деп ойладым мен, іштей таңғалып. Үнді фильміндегідей ел жүрек махаббат драмасы ма? Әлде жездемнің дәл бүгін мен келген түнні түнделетіп жүруі қызық еді. Бір түрлі түсініксіз кездейсоқтық болатын. Я, кездейсоқтық. Жоқ, олай емес, кездейсоқтық емес. Бұл өзі өмірдің тылсым түсініксіз құпия заңдылығы. Міне, тағдыр талайы қиын. Жолы ауыр екі жан бір-біріне кіршіксіз адал көңілмен сыр ақтарып отыр. Ал мұндай кәусар шындықты әйтеуір кімде болса тілектес бір жан куә болар. Я, мен куәмін. Әпкем мен жездемнің арасындағы мынау құпия нәзік сырдың кәусар шындықтың куәсімін. Сол үшін де осы бір адал арманға толы жас жүректердің қайғысын әке-шешеме, бауырларыма, тіпті көлденең көк атты ащы мысқылдап күлмеу үшін жалпы жұртқа да қас қалпында тас күйінде жеткізу менің міндетім секілді. Бірақ қалай айтып жеткізе аламын? Мүмкін бұл сырды ешкімге айтудың да қажеті жоқ шығар. Ерте ме, кеш пе, елдің өзі ақ түсінер. Енді қайтқаның жөн болар, деген әпкем әлден соң. Барып, аңсар екеуін алып қайт. Бұл жаққа бұдан былай келмей-ақ қой. Мен саған ризамын дос бұл. Не болып барады бұл дүние? Деді ол қатты торғып. Сосын әпкемнің иығынан құшақтап бетінен сүйді-ау деймін. Жарайды болды, бара ғой, деген әпкемнің жылы жалынышты үн естілді. Аңсарға арнап көйлек тігіп едім. Өзінде қалсын, сендер ренжіспеңдер. Жездем сыртқа шығып, Сәкінің жанына таяп келді де, ақырын ғана менің шашымнан сипады. Мен түк сезбеген болып жата бердім. Сәлден соң түнгі даланың қара торғын пердесін машина жарығы қақтылып, тас жолдың бойымен ұзап бара жатты. Ол кеткен соң әпкем үйге кіріп солқылдап жылады. Менің жүрегім шымырлап оған жаным ашыды. Аңсарға, өзі өмірінде көрмеген кішкентай аңсарға арнап тіккен көйлегін кеудесіне басып жылады-ау деймін. Жанына барып жұбатқым келді. Бірақ неге екенін өзім де білмеймін, олай ете алмадым. Бір түрлі ыңғайсыз көрдім. Өмір дегенің таусылмайтын жұмбағы өзі. Жездем не ойлап барады екен? Ертең әпкем екеуміз не істейміз? Ауылға бірдей қайтамыз ба? Менің мүлде ұйқым қашып кетті. Әпкем көпке дейін өксіп жатты. Нұрғали Ораз, әпкем, жездем және мен.